Аркад есімді жас жігіт болған. Ол қалаға келіп жұмысқа орналасады. Ол ағашылықпен айналысатын. Аркадтың бай болғысы келетін, тіпті оның алға қойған нақты шешімі еді. Аркад қаншама еңбектенді, бірақ ақшасы тек тамаққа ғана жететін. Бір күні оған Алгамиш есімді бай кәсіпкер келеді, және де Аркадқа тапсырыс беріп, оны 2 күнде жасап беруін өтінеді. Бұған уақыт тым қысқа болатын, бірақ Аркад келісіп, орнына маған қалай бай болу керек екендігінің құпиясын айтасыз дейді. Алгамиш бұған келіседі. Аркад күні-түні еңбектеніп, денесі ауырғанша істеп, ақыры Алгамиштің тапсырысын жасап бітіреді. Ертеңінде Алгамиш таң атысымен ерте келеді. Жақсы, сен өз сөзіңде тұрдың, мен саған өзімнің қалай байлыққа жеткенімді айтайын дейді. Мен өзімнің тапқан ақшамның бір бөлігін өзіме жинап отырамын. Сонда Аркад таңғалып, қалай, бар болғаны осы ма? Я, осылай мен түгі жоқ кедейден ең бай адам болып шыға келдім дейді. Сонда менің тапқан ақшам өзіме тиесілі емес пе? Сенің алдыңғы айда тапқан ақшаңнан қанша қалды? Алдыңғы жылдан ше деп сұрайды. Сен қасапшыға, етікшіге, тігіншіге төледің. Сен өзіңнен басқаның бәріне төледің. Сен киім мен тамақ үшін жұмыс істейсің. Бұл дегеніміз құл болғанмен бірдей. Бұған деген көзқарасыңды өзгерт. Бірінші кезекте өзіңе төле. Тапқан табысыңның 10%-нан кем емесін жинап отыр. Әрбір жинаған тиынның сенің құлың сияқты. Саған жаңадан тиындар әкелу үшін жұмыс істейді. Сенің барлық жинаған ақшаң тұрақты жұмыс атқару керек. Осылай ғана сен өз байлығыңды арттыра аласың. Байлық деген ағаш сияқты, сен жинаған тиыннан өсіп шығатын. Бәрі оңай, қалай тез ерте отырғызсаң, солай тез ағаш өсіп шығады. Әрине сен оны қорғап, суарып, толықтандырып отыруың керек. Қаншалықты жақсы баптасаң, соншалықты көп жемісін береді. Осылай деп Алгамиш өзінің тапсырысын алып кетіп қалады. Енді Аркад өзінің тапқан әрбір табысының 10%-ын жинай бастайды. Және де бұдан қатты қиыншылық пен ақша жетіспеушілікті байқамайды. Бір жылдан кейін Аркад өзінің байлығын арттыру үшін жинаған ақшасын алыстан әкелетін, жиі кездесетін, асыл тастарды іздейтін тас қалаушыға береді. Бұл асыл тастардан жақсы табыс табуға болатын. Осы уақытта оған Алгамиш келген болады. Қалай деп айғайлап жібереді. Алгамиш Аркадтың ақшасын тас қалаушыға бергенін естіп, сен бүкіл ақшаңды асыл тастар алу үшін беріп жібердің бе? Бұндай жетістікпен наубайханашыға етік тіктіріп, қасапшыдан жұлдыздар туралы сұрауға болады, деп мазақ қылады. Сен өзіңнің ағашыңды түбінен шауып тастадың, бірақ сен қайтадан бастауыңа болады дейді. Егер сен асыл тастарды сатып алғың келсе, тек оларды жақсы білетін, яғни зергерлерден сұрауың керек, деп кетіп қалады. Бәрі Алгамиш айтқандай болады. Тас қалаушы асыл тастардың орнына құны жоқ шыны тастарды алып келеді де, ал Аркад қайтадан ақша жинауға кірісе бастайды. Бұл жолы ақшасын қалқан жасайтын шеберге сеніп береді. Бұл ақшаға шебер қола сатып алып, әр 4 ай сайын Аркадқа біраз пайызын ақшасын төлеп отырған. Аркад жетістіктің иісін сезді, ақшасы көбейе бастады. Ол бұған қуанып, өзіне киім және бір есек сатып алады. Бір жыл өткеннен кейін Алгамиш келеді. Аркад өзінің жетістігімен мақтанып еді, Алгамиш бұны бағаламады. Сен өзіңнің жұмысшыларыңды жеп жатсың. Бірінші сол жұмысшыларыңды көбейтіп ал, сосын барып тойлауыңа болады дейді. Жұмысшылар дегеніміз бұл жерде оның жинаған ақшасы болады. Енді Алгамиш бірнеше жылдан кейін қайтып оралады. Сонда Аркад өзінің жетістігімен мақтанып, көп кіріс көзін тапқанын айтады. Алгамиш, сен әлі тас қалаушымен араласып тұрасың ба деп сұрап қалады. Я, тек тас керек кезде дейді. Аркад, сен жақсы шәкірт болдың. Сен 3 бөліктен тұратын сабақты меңгердің. Сен әр табысыңның 10%-ын жинап қалған бөлігіне өмір сүруді үйрендің. Одан кейін сен кеңесті тек білетін адамдардан сұрау керек екенін білдің.
Ең соңында сенің ақшаң саған жұмыс істеу керек екенін түсіндің. Мен үлкен байлыққа иемін, алайда мен өте кәрімін. Ал менің ұлдарым тек ақшаны жұмсауды ғана біледі. Егер сен менің иелігімді басқаруға келіссең, мен сені өзімнің серіктесім етер едім дейді. Аркад келісіп, Алгамештің иелігін басқара бастады. Табыс әр сайын өсіп жатты. Біраз уақыттан кейін Алгамеш қайтыс болып, ал Аркад заң бойынша өзіне Алгамештің иелігінің біраз бөлігін алып, Вавилондағы ең бай адам болып шыға келеді. Бұл оқиғаны білмегендер Аркадтың жолы бөліп кетті дейді. Бірақ оның жолы болу себебі бай болу деген Аркадтың нақты шешімі болады.